Қызылордадағы балалар үйінен қашып кеткен 3 тәрбиеленуші қыз із-түзсіз жоғалып кеткен болатын. Іздестіру жұмыстары жалғасуда. Естіңдер ма жаңалықты? Үш қыз туралы. Бүкіл мектеп шулап жатыр. Мә, аман болса олар айтшы. Жігіттер, негізі олардың жоғалып кеткеніне біз ғой кінә. Неге біз кінә? Біз ғой оларды күнде шеттетіп, өмірден бездіріп жүрген. Кука, burada біздің ешқандай кінәміз жоқ. Расыл, осы кеше ғана емес пе соларды сен жылатып жүрген? Ол біздің күнделікті ісіміз ғой. Жігіттер, ойынның арты отқа айналып кетуі мүмкін. Сендердің өздерінің қателіктеріңді өздерің мойындай салғандарың дұрыс деп ойлаймын. Оны айтып отқан сөздің жаны бар. Сендер өздерің білдер, бірақ мен барлығын айтуым керек. Сен махаббатсың. Махаббаттың атынан келдің. Мен бұл мектепте шаршадым. Қаладан да шаршадым. Біз оларға сонша не істеп қойдық. Шынымен олардың бізде не ақысы бар? Ал кешегілер ше? Меніңше бізде бірақ шешім бар сияқты. Сендер өздерің білдер, бірақ мен барлығын айтуым керек. Жігіттер, маған сообщение бер. Сендердің кінәлі екендеріңді білеміз. Егер жақсы бітсін десеңдер, ешкімге айтпай, өздерің қала шетіндегі заброшкаға сабақ бітісімен келіңдер. Қыздардан мазақтағандарыңды қоймасаңдар қиын болады. Біз өз кінәмізді мойындаймыз. Уәде береміз, енді бәрі жақсы болады. Қайдасыңдар? Шешім бар сияқты. Ол қандай шешім? Давайте оларға пранк істейік. Сабақ болсын. Ой, идея. Енді болады.